Қартайғанда бейнетінің зейнетін көру әрбір адамның арманы болар. Жас шағында маңдай терін төгіп, тапқан қаржысын жасы ұлғайғанда рахатына жұмсамақты әркімде көздесе керек. Бүгінгі жинаған қаражаты қартайғанда бүкіл қажеттілігіне жетеді ме? Зейнетақыны көбейту үшін не істемек керек? Оның қандай жолдары бар? Тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп өтіңіздер. Алдағы уақытта қазақстандықтарға зейнетақыларын тәуекелді активтерге салуға рұқсат беріледі. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі зейнетақы активтерін инвестициялау ережелеріне өзгерістер енгізді. Инвестиция дегеніміз не? Ол дегеніміз бүгінгі салған ақшаңыздың рахатын ертеңгі күні көру. Яғни аз-аздап салған ақшаңыз уақыт өте көбейіп, жемісін көре бастайсыз. Қазір қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарын ұлттық банк және тағы да 5 жеке компания, яғни Халық Финанс, Жусан Инвест, Центра Секьюритис, Халық Глобал Маркетс және BBC Инвест басқарады. Жаңа ережелерге сәйкес зейнетақы активтерін басқарушылар енді инвестициялық портфельдің бірнеше түрін құра алады. Олар консервативті портфель, қалыпты портфель және де тәуекелді портфель. Осылайша қазақстандықтардың зейнетақыларын инвестициялайтын құралдардың саны артатын болады. Алдағы уақытта олардың қатары бірнеше есеге өсуі әбден мүмкін. Әрбір портфель үшін менеджерлер жеке инвестициялық декларацияны әзірлейді. Алайда тек 13 немесе одан да көп жылдан кейін зейнетке шығатын қазақстандықтардың ғана зейнетақы жинақтарын тәуекелді активтерге инвестицияланатын болады. Ережеде сондай-ақ ұлттық банктер мен жеке менеджерлер зейнетақы активтерін шетел валютасындағы қаржы құралдарына белгілі бір мөлшерде инвестициялай алады. Ол дегеніміз консервативті портфельдің зейнетақы активтерінің құнының 30%-на дейін. Қалыпты портфельдің зейнетақы активтері құнының 60%-на дейін. Тәуекелді портфельдің зейнетақы активтері құнының 80%-на дейін. Сондай-ақ қолданыстағы ережелерге сәйкес зейнетақы активтерінің ең төменгі кірістілігі орташа алынған номиналды кірістілік коэффициенті құнының 70%-ын құрайтын болады. Дегенмен аты айтып тұрғандай, тәуекелді активтер дегендей, егер аталған компаниялардың активтері табысты болатын болса, сіздің де табысыңыз артады деген сөз. Бірақ компания банкрот болса, сіздің салған инвестицияларыңыздың қайту-қайтпауы бұл басы ашық күйінде қалатын мәселе. Сондықтан да зейнетақы жинақтарыңызды оған салу-салмау өз еркіңізде. Жаңа ережелерге сәйкес зейнетақы активтерін басқарушылар енді инвестициялық портфельдің бірнеше түрін құра алатын болады. Олар консервативті портфель болмақ. Осылайша қазақстандықтардың зейнетақыларын инвестициялайтын құралдар саны артатын болады. Ережеде сондай-ақ ұлттық банк пен менеджерлер зейнетақы активтерін шетел валютасындағы қаржы құралдарына белгілі бір мөлшерде инвестициялайтын болады. Тиісті қарар жобасы биылғы жылдың, яғни 2025 жылдың 16 қаңтарына дейін ашық нормативтік құқықтық актілер порталында талқылауға ашық болады. Арнайы порталға кіріп, дауыс беруге мүмкіндігіңіз бар.